Баршаңызға қайырлы күн достар, және менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге духовкада піскен пирожкилердің рецептісін көрсететін боламын. Қамыры өте жұмсақ және салмасы өте дәмді болып шығады. Сіздерді жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен салмасын дайындаймыз. Картошкамызды жуып тазалап, осындай бөліктерге бөліп, суға қайнатып пісіреміз. Және пиязымызды осындай бөліктерге бөліп, ұсақтап турап, қызып тұрған майымызда табада кішкене қуырып аламыз. Қаншалықты мөлшерде кеткенін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Картошкамыз пісіп шықты. Осындай картошка езгішпен езіп, үстіне қуырылған пиязымызды қосып, жақсылап араластырып, салқындатуға қойып қоямыз. Салмасы салқындағанша қамырын дайындайтын боламыз. Ыстық суымызға сүтімізді қосамыз. Менде сүт салқын болғандықтан ыстық су құйдым. Сонда массамыз жылы болып шығады. Ыстық болмасын, дрожжымыз күйіп кетпес үшін. Чай қасық тұзымызды салдым. Осының үстіне дрожж саламын. Жақсылап араластырып, бір жұмыртқаның ағын қосамын. Сарысын бетіне жаққанға алып қаласыздар. Осының үстіне сұйық майды құямыз. Және кішкене ас қасықтай бөлігін алып қалыңыздар. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Және де менің каналыма тіркелмеген көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Осындай бірнеше бөлікке бөліп, ұнымызды бірден салмаңыздар, және міндетті түрде електен өткізгеніңіз дұрыс. Осылай жұмсақ қамыр болып шығады. Қолға жабыспақ болу керек. Және жаңағы алып қалған бір ас қасықтай сұйық майымызды қосып, жақсылап илейміз біркелкі болғанша. Қамырымыз иленді. Енді бетін жауып, салафанмен және орамалмен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінеки қамырымыз ашып шықты. Енді осыны бірнеше бөлікке, өзіңізге ыңғайлы бөліктерге бөліп, пирожкидің көлемін жасаймыз. Мен қатты үлкен емес, орташа көлемдікте жасадым. Барлық пирожкилерді жасап болған соң, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Мен духовканы 200-220 градуста пісіріп алдым. Пирожкилеріміз пісіп шықты. Осындай қып-қызыл болып, көмпиіп, күшті болып көтеріліп шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және де сіздермен болған мен Жұлдыз. Видеоның соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.